Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мінекей, бүгін сіздермен бірге үйде артылып қалған, желінбей қалған нанды ысырап қылмай, осындай керемет бір тағам жасап жейік деп отырмыз. Өкінбейсіздер, міндетті түрде менімен бірге соңына шейін болыңыздар. Енді тіл үйрет деп айтамын, өте керемет, жасап көріңіздер. Міне мен аршып жуан дайындап алдым. Егер де жуаларыңыз үлкен болса, бір жуа жетеді. Менде шағын болғандықтан екеу алып тұрмын. Енді осы жуаны кәдімгідей үкі-ақ қылып, кішкентай қылып тураймыз. Кішкентай қылып тураймыз. Мен басын көрсетейін сіздерге. Сіздердің іштеріңіз пісіп кетпейтін, сосын өзім турайтын боламын. Бәрін турап қажет емес шығар. Міне осылай қылып, осы жуанын бәрін турап аламыз. Жуамызды мінекей осылай уақтап турап алдық. Енді менде үйде осындай көк жуа бар екен. Кішкене разнообразие дейміз ғой, кішкентай. Осындай көк жуа салсам, түрі әдемі болатын шығар деп, мен жай бұны турап қана қоя салам. Оны кейін көресіздер не істейтінді. Бұндай уақтап турап аламыз. Көк жуа болмаса, укроп петрушкамыз болса, болмаса тіптен керек емес. Мен жай өзімен кішкене түрін әдемі қылайын деп, осылай көк жуадан шамалап сал жүргім келіп тұр. Бұны енді біз былайырақ алып қоя тұрамыз. Мен сіздерге жай көрсетіп жатырмын. Енді басын көрсетейін сіздерге. Мінекей жаңағы жуамыз, бесінде осыны үлкен ыдысқа салып алайық. Кішкене қазір араластыру керек болады. Осыған жуылған жұмыртқамыз, бір кісі маған айтыпты, бір апамыз, стөлге жармай ренжімесеңіз пышақпен жарыңыз деп. Жарайды, пышақпен жарай, мен үйреніп қалған. Апамыздың айтқаны орындалды. Апам айтқаны ренжімеңіз деп айтты. Ренжімеймін ғой. Қайта маған айтып отырыңыздар. Дұрыс болмай қалған жері болса, дұрыстап мені. Балам бейтіңіз, сөйтіңіз деп ренжімеймін оған. Қайта тыңдаймын ғой сіздердің айтқандарыңыз. Мінекей ұнымды араластырдық. Енді кішкене бұрыш салып жүрейік, азғантай. Енді мүмкін қызыл бұрыш саларсыздар, қара бұрыш салмасаңыздар. Басқа да бірдеңе саларсыздар, өздеріңіздің сүйіп жейтін. Түспей қалды ғой мұнда. Мен айтып жатыр маған комментарияда тұзды өте көп саласыз дейді. Білмеймін, тұздардың бәрі онша емес шығар, мүмкін. Біздікілер тұзды тоже онша жақсы көре қоймайды. Не осыны жақсы көріп, жақсылап араластырып аламыз. Бұл ұнды неге саламыз? Қазір мына жұмыртқамызбен жуамыз тайып кетпесін, тұратындай болатын болу керек. Сондықтан да біз оған ұн қостық мінекей. Енді сіздерге көрсетейін. Мынаған досечка маған керек екен ғой. Жарайды, алып. Мынаған салайыншы көп жуамын. Мынау бізде апалар айтады еще, қалқам қолдан пісір деп. Мен қолдан нан пісірем, негізі қолдан нан жаям, нан пісірем, мен жақсы көрем. Нанмен жасаған, ұнмен жасаған нәрсені өте жақсы көрем. Кейде болады, енді асығып қалған кезде алып қоямыз осылай. Міне көрдіңіздер ме, кішкене қатыңқырап қалған нан. Енді осыны лақтырмайын, ысырап қалмайын деп, осыны бірдеңеге жаратайын деп жатырмын. Bir пайдаға балалар жеп қояды ғой деп, қазір сағат 5-ін шайына өйстіп бір наннан бірдеңе жасаймын. Енді қалып қоймасын деп. Негізі мен өзі қуырылған жуаны масқара қатты жақсы көрем. Бұрын мамам жуаны сармайға ақырын ғана бұқтыртып қана бере қоятын, кішкене ғана тұз салып, соны нанмен жеп алатын тұғым, салат сияқты. Енді мінекей нанымыз осыған, мына жағынан бастайын. Осыған жуаны жаңағыдай толтырып тұрып үстіне бүйтіп саламыз. Үйіп тұрып сала беріңіздер, түспейді, себебі жаңа ұн салдық қой. Ұн салғаннан кейін бұл әдемі тұрады. Не көрдіңіздер ме? Болады, осыған уақтап қалбаса турауға болады. Уақтап тағыр капуста деген сияқты енді бәрінде сала беруге болады. Тез пісетін нәрсені. Енді өтеріне картопта үккіштен өткізіп, үп-уақ салатын не осылай мінекей барлығын үстіп осылай жуамыз салып дайындап аламыз қазір. Майымыз қайнағанша. Мінекей осылай жасап алыңыздар. Мінекей дайын болды. Жаңағы бір шағын екі жуамыз осындай 6-7-8 нанға жетті. Енді майымыз ысып жатыр, майымызға салып аламыз. Мұнда 5 деп нанымызды майымызға саламыз. Түсіп қалады деп ойламаңыздар. Әдемі қатып тұр. Бұл түспейді, 5 деп мінекей. Бетімен саласыздар. Бет жағын бүйтіп қаратып саласыздар астына.
түсіп қалмайды, қорықпаңыздар. Мына майын бері қарай жүрейін, май көп құймап едім. Осылай барлығын салып аламыз. Ал мінекей, арт жақтарын аударайық. Пісті деп ойлаймын, арт. Мінекей. Есі де керемет шығып жатыр. Күшті. Осылай мінекей. Бетін жұмсақ қылам десеңіздер, бетін жауып қойып пісіруге болады. Бетінен мысалы сыр да сеуіп жіберуге болады. Жуамен нанмен әдемі кетеді. Есі де керемет шығады тұр мінекей. Бесі шайына әдемі ғана мінекей. Енді осылай да пісіріп алуға болады, бетін де жауып пісіруге болады. Мен енді осылай кішкентай тағы да бір 3-4 минут тағы осылай пісіріп алғым келіп тұр. Былай крышкасын жауып мінекей, қақпағын жауып бір 2-3 минуттай да осындай ұстауға да болады. Бетін ашып пісіруге де болады. Мен жауып та көрейін деп тұрмын енді. Біз нанымыз дайын болғанша мындай қияр қалып қойған екен үйде. Осын енді оларға осылай жемегеннен кейін ананың бетіне салып беріп жегізейін деп тұрмын ғой мен. Былай да былай жейсін. Былай да былай жегізейін деп тұрмын, текке қалмасын деп. Кішкене сәндеп бетіп жұқалап, білдіртпей бетіне жай қоя салайын деп жатырмын екен. Андай теркамен де істеуге болады, иә? Теркамен істегенде ондай терка бар ма екен? Білмеймін, көп қолданбайды. Қызыл теркалар бар ғой. Қоржыннан шығар. Айназға үйдегі кішкентайларға қызық болсын деп осылай бетіне салайын деп жатырмын. 14-тегі кішкентай қызым ма? Мынанда помидордан да можно, да, наверное? Помидордан да салып жейік. Енді солай да жеуге болады. Мен әйтеуір баяғыда мамамыз, өзім екінші мамам айтатын, түске пісірген етті, кешке тамақты, кешке түрлендіріп алып келіп жейміз деп. Сонда қуырылған ет болса, мамам жаңағыны алады да, бір жағына рожки пісіріп, не болмаса күріш пісіріп, сөйтіп екінші жаңадан тамақ келгендей болып солай жасататын тұғын маған. Сол сияқты қазір біз наннан бір керемет әдемі тағам жасайтын боламыз. Болды. Бір 2-3 минуттай өтті. Майын көп қылған жоқпын, құрметті көрермендер. Майы көп емес. Мен сізге қазір астын көрсетейін. Мінекей мынандай болып, әдемі болып сарғайып тұр, қуырылыпты астылар. Әдемі керемет. Күшті, қытырлақ, бірақ жұмсақ қытырлақ. Балаларға әдемі. Нан осылай үйде қалып қойған нандарыңыз болса, лақтырып ысырап қылмаңыздар. Осылай балаларға түрлендіріп, жаңа біз мамамыз сияқты бетіне бірдеңе сеуіп, үстіне бірдеңе жағып, нан үстіне мысалы шпроты балық қоюға болады. Үстіне кішкентай қылып тіліп, мысалы колбаса қоюға болады. Не қараңыздар, шарты қандай әдемі керемет. Жалпы әйел деген өнерлі болу керек сол жағынан деп айтқысы келгені ғой маман. Иә, енді ештемені қалдыруға болмайды. Әйелге байланысты түрлендіріп әкеп қайттан берсеңіз, кейбір кезде білмей де қалады деп қояйын. Мінекей. Жаңағы көк жуан сабағы, онда қалдырмай түссе түсіп қалар, енді бетіне үстіп сүйіп, товарный бетіп қойып қояйық осылай бетіп. Сосын неден жаңағы қиярымыздан үстіп бетіп. Бұлардың енді пайдасы болмаса зияны жоқ деп мама сияқты. Иә, енді дүкенінде біз зиян заттарын жеп жатырық қой, оған қарағанда. Жұмыртқа үйдікі болып жатса егерде. Бұлай деп бетіп. Осылай не? Үйде қалған нандарыңыз болса, қатқан нан тастамаңыздар, артық қалған нанды ысырап болмасын. Осылай керемет бесін шайына осындай жасауға болады. Ал құрметті көрермендер, дегустацияны бүгін өзім жасайын деп отырмын. Маған өте қатты ұнап отыр. Мынау ерлеріміз жұмыстан келгенде, тағамыз дайын болмай қалған кезінде, ол ет піскенше, мынаны аударып пісіріп, ер азаматтарымызға ұсынсақ, ежептәуір бұл тамақ болады, әдемі. Сіңімді, бесімді деп бүгін өзім дегустациясын өзім жасайын деп отырмын. Так, бөліп жасайын ба енді. Қараңыздар, кереметін. Жақындап көрсетші. Жаңағыдай мен сияқты бетін жауып кішкене пісіріп алыңыздар, майын өте көп қимай. Мындай бір духовкаға да салып алуға да болады. Бесіне. Дәм деген өте керемет. Жуаның дәмі тәтті ащы, жұмыртқамен, қытырлақ нанмен өте дәмді. Міндетті түрде осылай жембей қалған нанды ысырап қылмай, осылай мен сияқты іске бастар жасап міндетті түрде көріңіздер. Ал құрметті көрермендер, сіздермен бірге жасаған Бисахметті дайын болатын желінбей қалған наннан тіске басар жасадық. Маған лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.